Павлодарлықтар азық-түлік бағасының қымбаттауы әжептәуір қалтаны қағып отыр дейді. Ай сайын кіретін кірістің 80%-ға жуығы азық-түлікке кетеді екен. Ал дүкендерді әлеуметтік азық-түлікпен қамтып отырған тұрақтандыру қоры баға статистикалық көрсеткіштерге байланысты көтеріледі деп отыр. Тағы баға төңірегінде азық-түлік бағасы күн санап қымбаттап жатыр. Тұрғындар болса әр ай сайын азық-түлікке кірістің 50-90%-на дейін жұмсаймыз деп отыр. Ой, қымбаттап кетті. Қанты қымбаттап кетті. Вся продукция, в принципе, подорожала. Не то, что раньше болған продукты кішкене арзанда болды, қазір көп продукты қымбаттап кетті, жұмыртқа да ценасы көтеріліп кетті. Бірінші енді, наверное, сельскохозяйственная продукция, оның ішінде жаңағы ет, май, товары первой необходимости, хлеб подорожал, по-моему, на 10 тенге, значительно в сравнении с прошлым годом, возможно, солай болды. Отбасыңызға түскен, мысалы, ақшаның қанша пайызын ай сайын тамаққа ғана жұмсайсыздар? Енді отбасына түскен бір 50-60% сол продуктыға кетеді. Я езжу на сельскохозяйственную ярмарку и закупаюсь там в субботу. Там намного дешевле, чем в наших магазинах. Яйца, сметана, капуста, мясо. Все дешевле. Раньше масло стоило 680, сегодня подсолнечная бутылка заречного масла 800 тенге стоит. Сахар до 400 тенге доходит. Сливочное масло качественное, малкомовское, 3000 килограмм. Крупы все подорожали, макаронные изделия, все подорожало. Павлодар облысындағы дүкендердің бірқатарын тұрақтандыру қоры әлеуметтік азық-түлікпен қамтамасыз ететіні белгілі. Қазіргі таңда қорда тауардың 12 түрі бойынша өнімнің 5100 тоннасы бар. С начала года 444 тонны муки. Жыл басынан бері 444 тонна ұн жүзеге асырылды. Қазіргі таңда 1741 тонна ұн қоймада артығымен сақтаулы. Ұнға қатысты ешқандай дүрлігу байқалмайды. Ұнды жергілікті Жандос жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеткізеді. Ертең тағы бірнеше көлік келеді. В рамках наших всех договоров обеспечен. Ал қантқа келсек, бүгінде 365 тоннасы бар, тағы 412 тоннасы жолда. Осы ретте әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясындағылар қанттың бағасы біраз елді дүрліктіріп қойғанын мойындады. На сегодняшний день мы реализуем. Отандық Тараз қант зауытынан жеткізіледі. Қоймада 365 тонна бар. Күні кеше ғана тағы бір вагон 68 тонна қант жеткізілді. Айдың соңына дейін қосымша 5 вагон келеді деп жоспарлануда. Бізбен келісімшартқа отырған дүкендерге жеткізіледі. Біз сатушыларға шектеу қоймаймыз. Біз тек дүкендерге қант апарып береміз. Ал бір қолға қанша келден беретінін олар өздері шешеді. Қазір дүкендерге қантты 335 теңгеден жібереміз. Олар келісіне 369 теңгеден асырмауы тиіс. Реализуется в пределах установленных лимитов. Осылайша азық-түлік бағасының қымбаттағаны халықтың қалтасын қағып отыр. Қанттың өзі 100 теңгеге бірақ көтерілген. В текущем году цена на... Биыл әлеуметтік маңыздағы азық-түліктің бағасы 24 мамырда қымбаттады. Мәселен, қант 240 теңгеден жіберілсе, қазір келісіне 335 теңгеден сатылады. Яғни әлеуметтік маңыздағы барлық тауарлар қымбаттады деуге болады. Статистикой за минусом 10%. Сонымен қатар тұрақтандыру қорында күріш, сұйық май, қарақұмық, тұз, макарон өнімдері, картоп, сәбіз, пияз, сүт өнімдері бар. Ал бір ай бұрын ғана халық көптеп шағымданған орамжапырақ енді тұрақтандыру қорынан жіберілмейді. Нами было закуплено. Біз Түркістан облысы Сарыағаштан соңғы рет 40 қабат алдық. Қазір баға төмендеді. Әзірге қоймада орамжапырақ жоқ. Картоп пен сәбізге келсек, жергілікті тауар өндірушілермен келісімшартқа қол қойдық. Өткен аптада әкелінді. 105 теңгеден жүзеге асырдық, 115 теңгеден дүкендер сатуы тиіс. Сейчас цена снижена, мы капусту в дальнейшем не будем закупать. Жыл басынан бері тұрақтандыру қорынан 934 миллион теңгенің 3588 тонна өнімі дүкендерге жіберілді. Сауда нүктелерінде қант, ұн, күріш, қарақұмық жармасына сұраныс жоғары көрінеді. Самал Қалиқызы, Юрий Белецкий, Аман Байымбет, ертіс ақпарат.